Амина деген қыз шықты ғой деймін. Сіз Шабыт университетінде оқисыз, дұрыс па? Еліміздегі өнердің қай саласына ерекше көңіл бөлетін едіңіз? Армысың көпшілік қауым, құрметті көрермендер. Сұрақтарыңызға көп рахмет. Мен ең бірінші өзімнің оқып жатқан мамандығым дәстүрлі әнші болғандықтан ең бірінші осы қазақтың домбырасын әлем деңгейіне көтеру. Ең бірінші басты мақсатым. Және де қазақтың домбырасы ешқашан өлмейді. Оның айтары мол. Қазақтың өзі кезінде ата-бабамыз домбырамен өзінің мұңын да, зарын да, ішкі шерменін де шығара білген. Сондықтан мен өзімнің домбырамды алып жүріп, жалпы дәстүрімізді дәріптеу мақсатында осы конкурсқа келген болатынмын. Және де әрбір қазақтың қызының бойынан осы бір қазақ халқының тәрбиесін, көркемділігін, сонымен қатар біздің дәстүрімізге де көңіл бөлсе екен деп ойлаймын. Және де ең бірінші мақсатым сол біздің қазақтың домбырасын ұлықтау.